Ассаламуалейкум, құрметті достар. Мемлекеттік сатып алу порталында сіздер кейбір заттарды из одного источника емес, баға ұсынысымен және басқа да способ түрлерімен ойнаттыңыздар. Және 2 рет ойнаттыңыздар, итог шықпады, және оны из одного қылдыңыздар. Кейбір специфика бойынша өтпейтін болды, оны басқа спецификаға ауыстырдыңыздар. Сондай кезде жаңылыспас үшін дәл осындай экзельмен свод жасауда кеңес берем. Мысалға біздер газды ең баста ценовку деп салдық, ценовку 2 рет ойнаттық, ешкім шықпады. Және оны Госактың 30 статья пункт 3 подпункт 1 бойынша салып қойдық. Ондағы Госактқа кірген кезде сумма без НДС болып тұрады. Договор жасаған кезде бұл плательщик НДС, НДС пен суммасы және договордың жасасқан суммасын дәл осылай салып қойдық. Услуги январь-февраль. Мына жерге договордың нөмірін жазамыз. Және дата заключения договор, күшіне енген күнін жазамыз. Осы жерге соңғы графаға мысалға газды кіммен отырдық, сол компанияның аты жөнін жазып қоямыз. Мысалға ТО, Қазтрансгаз аймақ, ТО, Су Энерджи деген сияқты өздерінің аты жөнін жазып қоямыз. Бұл себебі кейбір жағдайларда задание сұрақ қалады, сол кезде керек болады. Және де қай сумма бойынша сіздерде экономия бар, соны көріп отыруларыңызға өте керемет таптырмас құрал болып табылады. Мысалы 151 специфика бойынша газ, холодный вода және электроэнергия. Электроэнергия біздер ценовой деп жаздық, ценовоймен ойнаттық, ұтып алды. 2.541.665.30 теңгеге, СНДС 2.746.000 теңгеге. Дәл осы жазып қоямыз. Бізде 151 специфика бойынша 14.132.000 теңге бөлінді. Оның біздер 13.978.664 теңгеге келісім шарт отырдық. Міне 3 договордың қорытынды суммасы бізге 153.000 теңге, 153.336 теңге экономия болып тұр. Бұл мүмкін жылдың соңына дейін электроэнергиядан уменьшение болып, судан увеличение болуы мүмкін, немесе керісінше мүмкін газдан болуы мүмкін. Сондай сияқты уменьшение увеличениеге бұл сумма қажет. Бұны ешқандай алдыртпаймыз. Ал интернет, телефон бойынша басында 158-ге өткізгендер өткізді, өткізбегендер 152-ге ысырды передвижка арқылы. Дәл сол 2 спецификаның суммасын қосып 152-ге ысырған кезде 152-ның суммасы бізде 1.935.000 теңге болды бөлінген. Ал біздер 2 телефон мен интернетке отырған кезде де 1.935.000 теңге. Бұны біздер рамочный соглашение арқылы ойнаттық, оны ұтып алды. Январь-февраль, январь-декабрь, январь-декабрь және бірінші және жетінші договорлар. Ертең казначействодан өткеннен кейін осы жерге дата заключения договор жазып қоямыз. Дәл осылай жасап отырсаңыздар, жылдың соңында да бір задание болған кезде, немесе өзіңіз тік қойсаңыз да өте жақсы. Өткен периодтарды қараған кезде осы Excel'ді ашасыздар да, подсчеты Excel'ді. Кіммен қашан отырыңыздар, қай договор бойынша, соны қарап алуларыңызға болады. Ал 160 бойынша бізде питанияға конкурс ойнаттық, бірінші продление істедік, 69 статья бойынша конкурс және лагерь ценовка салдық. Ал 149 бойынша кейбір заттарды 149 сіздер ойнаттыңыздар, ол итог шықты, итог шыққаннан кейін ол өтпей қалды. Кейбір алынған тауарлар 414-пен ататын болды. Сол 414-пен өтетін болғасын сіздер изменение ЕБК деп өзгертіп жібердіңіздер. Сол кезде 149-дан қанша экономия қалды, 414-тен қанша суммасын жұмсадық, 414-тен керек тауарлардың ақшасы азайып қалды ма деген сияқты сұрақтар туындаған кезде дәл осындай Excel'мен жазып қоясыздар. Мысалы ветошьті біздер 100 ойнаттық, 248 теңгеде без НДС, яғни ұтып алғандан плательщик НДС емес екен. Бұны общественный инвалидтерге галочка қойып ойнаттық. Дәл солай ойнатуға кеңес беріп, сетевой фильтрді ойнаттық біздер. Доместос болып жазғанмен доместос деп ойнатқан жоқпын. Моющие средства деп саласыздар. Маған түсінікті болу үшін доместос деп жазып қойдым. 377 теңгеден ұтқан. Мусорный урналар ұтқан. Бұл яғни кішігірім одноразовый мусорный урналар, хозяйственный мыло бәрін салып қойдым. Или көптеген поставщиктер плательщик НДС емес екен. НДС төлемейді. Смеситель ракмена біздерге 20 смеситель алдық. Мен әрқайсысы 5.000 теңгеден ойнаттым. Бұл кісі 3.048 теңгеден ұтып алды. 3.048 теңгеде жаздым. Ал НДС плательщик НДС болғандықтан 3.414 теңге 20 көбейткенде 68.275 теңгеге келісім шартқа отырдым. Яғни плательщик НДС оған 19-шы договорда жасадым. Әзір договор күшіне енген жоқ. ИПСінің атын жазып қойдым. Кіммен отырғандағы. Мысалы завхоздар, директор сұраған жағдайда
кіммен отырдым, қай товар келді, қай товар келген жоқ, өзіңізді белгілеп галочка қойып отыруға осы Excel таптырмас құрал болып табылады. Бұны шығарып алсаңыздар да болады. Қасыңызда көмекші қыздарға, завхозға беріп қойсаңыздар, қай товар келді, қайсысы келмеді, қайсысымен кіммен договорға отырдық деген сияқты сұрақтарды көп сізді мазаламас үшін дәл осы 139 бойынша кейбір товарлар әлі итогтар шыққан жоқ. Мысалға мяч футбольный, волейбольный, газорегулятор күн алдағы уақытта ойнатамын немесе опубликован болып тұрғандарды салып қойдым. Мысалы 30 мың болғанмен ол плательщик НДС болуы мүмкін. Ұтып алған адам ол 30 мыңнан түсіріп өта ма, мысалға 7 мың теңге өта ма, 15 мың теңге өта ма, ол нақты белгісіз. Біздер 30 мыңнан салдық, НДС 33 мың 600, 504 мың теңге деп салып қойдық. Дәл осылай барлығын қосып 149-ның итогын шығарып қойдық. Бізде 149 бойынша 7 миллион 805 мың теңге болып тұр. Біздер 4 миллион көлемінде ойнаттық. Оның көбісі НДС плательщик емес, ұтып алған поставщиктер, және де ценаны түсіруіне байланысты осындай 761 мың теңгеде экономия болды біздің объявление бойынша. В данный момент бізге 4 миллион 565 мың теңге экономия болып тұр. Бұны мүмкін 414-терге асыруға болады. Интерактивті тасқа немесе басқа да күрделі керекті товарлар алуларыңызға болады. 249 бойынша керек товарларды алып болсаңыздар, мен осының өзінде 26, 27, 28, 29, 30, 31, примерно 31 товарды уже сатып алып қойдым. Керек дегендер. Менде көбісі баға ұсынысы бойынша. Егер электронный магазин арқылы алған болсаңыздар, электронный магазин жазып қоясыздар. Бұл способта керек сіздерге. Кейбір задания болған кезде. Ал 158 специфика бойынша Адинес, Парус, бөлім ленттерді дәл осылай салып қойдық. Поддержка сайт бізге НДС төлемейді, 57.800 жазып қойдық. Ал қалғандары Адинес, Парустар НДС-мен тұр. Қарасаңыздар 2 миллион 251 мың 536 теңге. Бізге 4 миллион 287 мың теңге бөлінді. План финансирование бойынша 2 миллион пока что экономия. Бұл енді алда уақытта сума керек болады. Мүмкін 158-ден бір бағдарлама бойынша отырыңдар, бірдеңе ойнатыңдар деуі мүмкін, немесе жетпей қалып жатса басқа спецификаға аударуға болады. Ал 159 бойынша охранная служба, видеонаблюдение, заправка картридж, пожарная сигнализация, ГРПШ, вывоз ТБО, ЖБО, заправка огнетушитель дегендердің бәрін ойнаттық. Январь-февраль, кейбір одноразовый услугтар одноразовый жазып қойдық. Договорлардың нөмірін жазып қойдық. НДС плательщиктер, НДС плательщик. Барлығы ценовое предложение, услуга охрана продление жазып қойдық. Способтар керек, кіммен қалай отырғандарыңызды. Электронный магазин болса электронный магазин, конкурс болса конкурсты жазып қоясыздар. Себебі өздеріңізге қажет болады деп ойлаймын. Алдағы уақытта ойнататындарды май, июнь деп өзінің периодтарын жазып қойдым. Бізде де дәл осы қазір 159 бойынша басынан бастап есептеліп тұр. 13 миллионға келісім шарт немесе жоспарлаулы тұр. Негізі планға берілген сумма бойынша салып қоясыздар. Мысалға 26 миллион 587 мың теңге план финансирование бойынша 159 спецификаға бөлінген болса, сол 26 миллион 587 келтіріп планға салып қоясыздар. Мен әлі Excel толық бітірген жоқпын. 13 миллион 400 экономия болып тұр. Сол 13 миллион 400-ге келтіріп әлі мен план салып жатырмын. 414 бойынша дрель шуруповерттер, мысалға кейбіреулер 149-дан ойнату мүмкін. Светодиодный лампаны да тоже 149-дан ойнату мүмкін, бірақ олар 414-тен кетеді, сол 414-ге ауыстырасыздар. Сол кезде сізге 414 бойынша жоспарда тұрған, мысалы интерактивный панель, басқа да бір күрделі заттардың суммасы азайып қалады. Сол себептен дәл осылай есептеп отырсаңыздар, қай суммаға қай сумма сәйкес келеді, қай сумманы жылжыту керек деген сияқты сондай қарап отырасыздар. Бізде 149 бойынша 10 миллионға примерно план салынып тұр. Әлі интерактивті тасканың количествосы да көбейеді. Біздер 6-7-ін алады. Сонымен сөйтіп сумма толады. Бізге 414 бойынша 19 миллион бөлініп тұр. 149-дан
экономия 5 миллион қосатын болсақ 24 миллион, сондай передвижкілердің бәрін есептейсіздер алдағы уақытта. Себебі күрделі основные средстволар көп алатын болсаңыздар, бұл 19 миллион бізге жетпей қалуы мүмкін. Мысалы физика, химия кабинеттері бар, порталары бар. Сол үшін 149-дан ақша астырамыз ба деген пока болжам. Оны алдағы уақытта көре жатармыз. Дәл осылай есептеп салып қойсаңыздар, қасыңыздағы көмекші, завхоз, көмекші бухгалтерлерді көп сізді мазаламайды. Назарларыңызға көп рахмет.